Өткенде қыз алып қашу жайлы үлкен сөз болды. Бұл мәселе президент деңгейінде айтылды. Рас, қызды алып қашу жақсы емес, тіпті бұл жабайылық деуге де болады. Кейде көрмеген, білмеген адам алып қашады. Қызды алып қашу кеңес заманында пайда болса керек. Ертеде айттырып, алдымен қыздың, одан кейін ата-анасының ризалығын алып құдаласатын болған. Кеңес заманында дейтініміз көбіне ол кезде мал мен ақшаның жоғынан құдаласпай-ақ алып қаша берген, және бұл жағдай нормаға айналған шығар. Жігіт жағы қалың мал бермейді, той өткізсе өткізеді, болмаса құда шақырып бар ауыртпалықтан құтыла қояды. Нақты арыз шағым түспесе, қыз алып қашу оқиғасына қоғамда, заң орындары да мән бермеген. Арыз түссе ғана қарап іс қозғаған. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Бұл мәселеде кеңес кезінде әр қилы жағдай болды. Алып қашқан қыздың кері қайтуы қиын еді. Есік көрген деген ыңғайсыз атқа қалады. Сондықтан көбіне құдай салды, мен көндім деп тағдырға мойынсынған. Ал шын мәнінде құқығы тапталған. Махаббатсыз, көрмеген, білмеген адамға жар болып қала берген. Алдын ала келісіп, алып қашуына ризалық беріп тұрмысқа шыққандарда өте көп болды. Тіпті қызының өзінің қалаған адамына қашып кеткеніне төркіні қуанатын жағдайда көп еді. Қолдың келтелігі, заманның тарлығы соған мәжбүрледі. Мұның бәрі орта статистикалық кеңес отбасыларының құдаласып, рәсімдесіп, келін алуы қол жетімсіз болуынан еді. Ол кезде де мәжбүрлеп, қыздың ықтиярынсыз алып қашу аз болмады. Кейуаналар табалдырыққа көлденең жатып алып, кетсең үстінен аттап кет деген өнер шығарған. Осындай тұрпайы көрініс осы күнде де болып тұрады, өкінішке қарай. 12-де бір гүлі ашылмаған жас қыз әжесінде адамның үстінен аттап кете алмай тосылып қалады. Ал қазір заман басқа, өркениет басқа. Президенттің қыз алып қашудың жабайы нәрсе екенін айтқанынан кейін осы мәселе қоғамда қызу талқыға түсті. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы қарапайым тұрғындардың пікірін қамтитын материал жариялады. Табалдырыққа жатқан әжелерді соттау керек. Халық депутаттың бастамасына қалай қарайды деген тақырыппен басталатын материалда былай делінеді. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбен қыз алып қашуға қатысы бар жеңгелерінен бастап табалдырыққа жатып жолын бөгейтін кемпірлерге дейін соттау керек деп санайды. Астана тұрғындары бұл мәселеге қатысты не дейді? Тілшіміз елорда тұрғындарымен тілдесіп, депутаттың бастамасына қатысты пікірлерін сұрап көрді. Ұл қыз тәрбиелеп, немере бағып отырған ата-аналар алып қашу салтын құптамайтынын айтты. Олардың пікірінше қызды қалуға көндіру үшін түрлі айлаға барған жеңгелер мен апаларға қомақты көлемде айыппұл салу қажет. Көшеден күштеп алып кету, танымайтын адамның алып қашуы, оған достарының, тіпті ата-анасының көмектесуі өте сұмдық жағдай. Соңғы кезде мұндай оқиғаларды әлеуметтік желілерден көріп, естіп жүрміз. Бұған мен ана ретінде қарсымын. Бұрын мұндай жағдайлар екі жақтың келісімімен алдын ала жоспарланып жасалатын. Ал қазір мәселе өте күрделі. Адамгершілік тұрғысынан қарасақ, мұндай әрекеттерге барған адамдар міндетті түрде жауапқа тартылуы тиіс, дейді Маржан Кенесарина. Егер қыз көнбей еркінен тыс алып қашу жағдайы болса, жігітті жауапқа тарту керек. Ал жақындарын қамаудың қажеті жоқ. Айыппұл салу жеткілікті, дейді Роза Ысқақова. Жауапқа тарту керек. Еркінен тыс қинап алып қашуға болмайды. Үлкен кісілер осыны ескеруі тиіс. Депутаттың ұсынысымен келісемін. Жеңгелерінде, әжелерінде жауапқа тарту керек. Өйткені олар қыздың қанша көз жасына қалып отыр, ұятқа қалдырады. Үлкен кісілерді кемі 5 жылға, ал алып қашқан жігітті кемі 10 жылға соттау керек, дейді Балжан Қасымова. Сонымен қатар кейбірі, егер тараптар өзара келісімге келсе, жағдайды ушықтырмай мәселені бейбіт жолмен шешуге болады деген көзқарасты да жоққа шығармайды. Неге KZ тілшісі сұраған адамдардың айтуынша, үлкен кісілер қазір қыз алып қашу үшін жауапкершілік бар екен біле бермейді. Сондықтан осындай жағдайларға жол беріп жатады. Сол себепті олармен алдымен түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн деп санайды. Рұқсатсыз, келісімсіз алып қашса, әрине жауапқа тарту керек.
керек. 21 ғасыр ғой, бәрі келісіммен болу керек. Ал қыздың жолын бөгеп жібермейтін әжелерді жауапқа тарту мәселесіне келсек, ол кісілер үлкен, олармен сөйлесіп түсіндіру керек. Үлкен кісілер ондай заңның қудалаудың барын білмейтін шығар, дейді Инкербай Байкенов. Ешқандай әке өзінің қызын алып қашып, танымайтын әулетке тастап кетуге қимайды. Неше түрлі бәленің бәрін естіп жатамыз. Әжелердің түсінігі басқа, заман ағымына қарай бейімделіп, қалыптасып өмір сүру керек қой. Киіз үйде тұрып жатқан жоқпыз. Жігітті соттасын, алдын ала ойлану керек қой адам. Басын ойласа қызбен келіссін. Бұрында қыздың рұқсатымен ғана алып қашқан, дейді Мереке Кенжеғұл. Еске салайық, жуырда Шымкентте 17 жастағы қызды бейтаныс адамдар күшпен алып қашып, зорлаған оқиға қоғамды дүр сілкіндірді. Қыздың айтуынша, бұл іске жігіттің апа жеңгелері де араласып, жаялықты меймандарға көрсеткендер сүйінші сұраған. Бұл оқиғаға президентте құрылтайда пікір білдіріп, жабайылық деп бағалады. Содан бері қыз алып қашу мәселесі мәжілісте қайта қаузала бастады. Депутаттар заңды қатайтып, оңтүстік өңірлерде түсіндіру жұмыстарын күшейтуді ұсынды. Сондай-ақ полиция бұл әрекетті қылмыс ретінде қатаң бақылауға алуы тиіс екені айтылды. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.